Елімізде 2030 жылы студенттер саны 1 миллионға жетуі мүмкін. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы білім беру және денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесте айтылды. Онда ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек баяндама жасап, студенттерге қатысты өзекті проблемаларды көтерді. Министрдің сөзінше, елімізде демографиялық өсім жоғарылаған. Сондықтан да жоғары оқу орындарының инфрақұрылымдарын қайта қарап, жатақхана мәселесін шешу қажет деді. Сондай-ақ гранттар мәселесіне де жаңа модульді іске қосу қажет екенін айтты. Себебі артық шығын бюджетке салмақ салып қана қоймай, студенттердің мүмкіндіктерін азайтуы мүмкін. Сол себепті де министр сараланған грант модулін іске асыру қажет деді. Сараланған грант дегеніміз, мысалы, ұбт балына қатысты, ол үлкен бал алса 100% онда грантты алады, 100% толық оны жабылады. Бірақ балы төмен болса да 75% мемлекет оны қолдауға дайын. Осындай сараланған грант моделіне көшсек, біз онда көбірек балаларға жоғары білімді алуға мүмкіндік береміз.